Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім. Мен сіздермен бүгін осындай өте оңай дайын болатын капкейк рецептімен бөлісемін. Мен ең алдымен формаларын осылай қағаз төсеп дайындап алдым. Бізге қажетті заттар: қант, жұмыртқа, сұйық май, жылытылған сүт. Сүт міндетті түрде жылы болуы керек. Және алдын ала електен өткізіліп, қопсытқыш қосып дайындап қойған ұн қажет болады. Ұнды електен өткізіп алу өте маңызды. Міне қарапайым ғана осындай венчик қажет. Бұл қамыр миксерсіз дайындалатын болғандықтан, тіпті шанышқымен де дайындай берсеңіздер болады. Кішкене жылдамырақ араластырсаңыздар болды. Капкейкидің рецебі өте жеңіл болғандықтан кез келген адам дайындай алады, тіпті мектеп оқушылары дайындай алады бұны. Және де құрамына қосылатын заттардың барлығын мен описание бөліміне қалдырып қоямын, сол жақтан қарап алсаңыздар болады. Қамыр өте жылдам, әрі тез, оңай дайындалады. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Өте дәмді капкейкі. Бұның қазір ең басты фишкасын сіздерге айтамын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Подписаться бөліміне өтіп, менің каналымды қолдап, қазақша каналға қолдау білдіре отырсаңыздар, тіптен жақсы болады. Егер де қоңыраушаны бассаңыздар, менің рецепттерім сіздерге алғашқы болып көрінеді. Егер де тағы да қандай рецепт сіздерге қызықтыратын болса, маған астына комментария бөліміне қалдырып кетіңіздер өтініштеріңізді. Және де сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар, мен жауап беремін. Міне қамырымыз дайын болды. Осылай құймақтың қамырынан сәл қоюлау қамыр болып шығады. Және де капкейкілерімізді силиконовый формамен де дайындай берсеңіздер болады. Яғни кекстің формасын салып құя берсеңіздер де болады. Мен бұны тапсырысқа дайындап жатқандықтан осындай арнайы формаға құйып жасап жатырмын. Және де байқасаңыздар, бұл жерде мен қамырларымды жартылай етіп құйып жатырмын. Себебі толтыратын болсаңыздар, бұл тасып кетеді, қамыр сұйық болғандықтан. Осылай жартылай етіп құясыздар дағыны пісіріп аламыз енді. Әркімнің пешінің градусы әртүрлі, әркім өз пешіне қарайды. Менің пешімде бұл 230 градуста піседі. Капкейкаларым дайын болды. Осылай қызарып әдемі болып шықты. Және де мен осындай тюльпан тәріздес қағаздарға салып дайындаймын. Дастарханға өте сәнді көрінеді. Осылай тюльпан тәріздес қағаздарға салып жасасаңыздар. Әсіресе қонақ шақырған кезде керемет дастарханға сән береді. Бұл капкейкаларды осы күйінде қалдырып жасасаңыздар да болады. Яғни бетіне крем құйып та. Ал бірақ негізгі фишкасы бұның начинкасында. Ішіне начинка қосып жасайтын болсаңыздар, тіптен керемет болады. Мен қарапайым ғана осындай насадканың көмегімен ішін бірдей етіп ойып аламын. Шайғастың көмегімен де ойық жасап алсаңыздар болады. Ішіне қосылатын джемді сіздер өз қалауларыңызша таңдайсыздар. Мен қазір дүкеннің дайын джемін салайын деп тұрмын. Ягодный пюре салсаңыздар да болады. Вареная сгущенка салсаңыздар да болады. Кремнің өзін құйып та жасасаңыздар болады. Тек ең маңыздысы начинкасымен болса, тіпті керемет болады. Менде міне осындай джем дайын. Осыны құямын. Барлығын толтырып аламын дағыны. Қазір бетіне өте оңай, не бары 3 заттан құралған крем дайындаймын. Барлығын дайындап алдым. Осылай салып құйып алдым. Енді кремге кірісеміз. Менде сливки, 33% сливки. Сливкиді тура тоңазытқыштан араластыратын кезде ғана құя аласыздар. Міне 33% сливки.
творожный сыр, крем-кремета, я болмаса крем-чиз алсаңыздар да болады. Қант ұнтағы. Сливкиіміз мұздай болуы керек, өте салқын болуы керек, яғни тура крем жасайтын кезде ғана шығарасыздар. Ал сырымызды біз алдын ала 10-15 минут бұрын шығарып қоямыз бөлме температурасына. Сырымыз сәл жұмсақтау болып тұруы керек. Және де бұл сливкиді араластырған кезде міндетті түрде жай жылдамдықтан бастап жылдамдығын бірте-бірте қосып, қатты жылдамдыққа дейін араластырамыз. Бірден қатты жылдамдықта араластыруға болмайды сливки, себебі іріп кетеді, бүлдіреміз сливкиімізді. Сол себептен бірінші жай жылдамдықпен баяу бастап барып, бірте-бірте жылдамдығын қосып отырасыздар. Сливкиде тым ұзақты араластыра беруге болмайды, өйткені ол өзінің формасын ұстап келе жатады дағыны қайтадан сұйылып кетеді. Сол себептен сливкимен жұмыс істеген кезде мұқият болыңыздар. Бізде қазір өте формасын жақсы ұстайтын керемет крем болып шығады. Бұл кремді тіпті торт сәндегенде де қолдансаңыздар болады. Міне осындай стойки дейді, яғни өте керемет формасын жақсы ұстайтын осындай крем пайда болды. Енді капкейкаларымыздың бетіне мен мына жерде 333 насадка, я болмаса крученая роза деп те аталынады. Осындай насадканы қолданып сәндеймін. Әркім өзі қалағанша қандай насадка алса да бұл жерде маңызды емес. Ең маңыздысы біздің мынау капкейкіміздің ішінде начинкасы бар, яғни бетінде әдемі кремі бар. Дәмді капкейки болу керек. Кез келген затты әдемілеп, осындай сәндеп, гүлдеп жасап берсеңіздер, сіздердің тапсырыс алушы клиенттеріңізде сіздерден кетпейтін болады. Яғни бір тапсырыс берген адам екінші рет тағы да қайталап тапсырыс бере беретін болады. Себебі сіз товарный вид дейміз ғой, жаңағы затыңызды әдемі сәндей білетін болсаңыздар, ол клиентке де өте тартымды. Барлығын өстіп дайындап салып алдым. Енді бетін қалағандарыңызша сәндей бересіздер. Кондитерлік моншақтармен, кондитерлік конфеттермен. Менде дәл қазір конфетпен сәндеп жатырмын. Осындай дайын конфеттермен. Не болмаса жеміс қойсаңыздар да болады. Жаздың кезі болса ягода дейміз ғой, жидек қойсаңыздар да болады. Мандарин қойсаңыздар да болады, құлпынай қойсаңыздар да болады. Бірақ бір ескертетін жайт, егер де сіз қыс мезгілінде дайындайтын болсаңыздар, онда замороженный ягода ешқашан қолданбаңыздар, тіпті тортқа да қолданбаңыздар. Себебі ол сәл тұрғаннан кейін мұзы еріп, ағып кетеді. Міне, барлық капкейкім дайын болды, осылай сәндедім мен. Енді тапсырысымды қазір жіберейін деп жатырмын. Сау болыңыздар, келесі видеода көріскенше.